тіліңсіз көрсең де өз күніңді, өз тіліңсіз болсаң да асқан білімді, өз халқыңа бола алмайсың азамат, білмей тұрып туған ана тіліңді. Қаның, жаның, қазақы ұлттық түрің бар, сенен үлгі алар қызың, ұлың бар, перзентісің, еркін, азат халықтың, тәуелсіз ел, мәртебелі тілің бар. Мен Соколова Людмила, 5-ші мектепте оқимын. Қазақ тілі менің тілім. Қазақ мектебінде оқып, білім алып жатырмын. Ұлтым орыс болса да, жүрегім қазақ. Құшағы кең қазақ елі көптеген өзге ұлт өкілдерін бауырына тартты. Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі мен ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейгені де басты жетістігіміз. Бұл нағыз патриоттардың қазақ жеріне, мемлекеттік тілге деген құрметі. Ана тілім, жүрегісің анамның, жүрек ана. Мен өзінен жаралдым. Сағат сайын саулығынды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай тұзу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Сенің арқан дүниеден сыр ұқсам. Сенің арқан жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе? Туған тілім, егер сені ұмытсам. Сенің арқан үзімді үзім түсінсем. Ақыл ойын, айбатым сен, күшім сен. Қойсын маған күннің нұра түспей-ақ. Ана тілім, арынадақ түсірсем. Ана тілін қадірлеу мемлекетіңді, ұлтыңды, өзіңді қадірлеу. Қазақстан егемендігін баянды етіп, оны әлемдегі озық елдердің қатарына қосу үшін мемлекеттік тілдің жетекші рөл атқаратындығын жас ұрпақтың санасына сіңіріп, өз отанының нағыз патриоты етіп тәрбиелеу бәрімізге ортақ қасиетті парыз. Біздің Абай бабамыз айтқандай, бір тіл білсен, бір адамсың, екі тіл білсен, екі адамсың, үш тіл білсен, үш адамсың. Мен өз алдыма мақсат қойдым. Мен міндетті түрде қазақ тілін меңгеремін, дамытамын. Менің кіндік қаным тамған жерім, ол қазақ жері, ол қазақ елі. Қазақстанның әр азаматы қазақша білуі керек. Мен Қазақстанда тұрғаныма өте қатты қуанамын. Елімізде дәл осындай ауызбіршілікте ынтымағы жарасып, татулығы тарқамай жүрген өзге ұлт өкілдері қаншама. Олар егеменді еліміздің желбіреген көк туының астында бейбіт өмір кешуде. Міне, ел бақыты деген осы болар. Ендеше, көкейде ұлты өзге болса да, жаны мен жүрегі бір, қазақ саны өсе берсін деген арман тілек бар.